өзіңізді сайлаушылар тізімінен қалай тексере аласыз? Тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде сіз 7 тамыздан бастап өз деректеріңізді тексере аласыз. Әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғай жердегі және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірісі бар ұйымдарда, жұмысты вахталық әдіспен ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктері жанынан құрылған сайлау учаскелерінде бұл функция 17 тамыздан бастап қолжетімді болады. Сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзету енгізу қажеттілігі туралы өтінішті келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда түзету немесе тізімге енгізу дереу жүргізіледі. Өтініш қабылданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі дереу беріледі. Шешімге сайлау комиссиясының орналасқан жері бойынша сотқа шағым жасауға болады. Сот шағымды түскен күні қарайды. Әрбір азамат сайлаушылар тізімнен өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегеніне, қате енгізілгеніне немесе тізімнен алып тасталғанына, сондай-ақ деректерде жіберілген дәлсіздіктерге шағым жасауға құқылы. Құрылтай. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.